Сәлем достар, мен бүгін сіздерге бір лайфхак көрсетіп кетейін. Егер үйлеріңізде желінбей қалып кеткен картошка болса, осылай дайындап берсеңіз, сүйсініп жеп қоятын болады. Піскен картошканы осылай езіп аламыз алдымен. Сосын оның үстіне ұн және шым-шым тұз салып қамыр илейміз. Қамырды илеп болдық. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Осы видеодағыдай жұқалап жайып аламыз. Қаласаңыздар фри формасында жасасаңыздар да болады. Мен осылай жұқалап етіп дөңгелектеп жайып алдым. Сосын қызып тұрған майға салып, қуырып пісіріп аламыз. Майын қатты қыздырып жібермейміз. Екі жағын қызартып, аударып пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын. Дәмі керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер.